Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осы контейнерді жақсылап жинастырып алатын боламыз. Негізі бірнеше жыл болды осының үшін жинастырмағаныма. Бұл жолы енді продуктілер сыймай қалды, сондықтан осының үшін жинастыруға тура келді. В общем, ішінде кішкене болса да қоқымдар жиналған, кейбір алып тастаймын продуктілерді, өйткені олар жарамсыз. Мысалға талқан енді мен қатты жегім келіп алды, бірақ талқанның дәмі онша емес, как-то бір ұн сияқты ма, бір түрлі әйтеуір. Сонымен талқанды осы жерге қойып қойған болатынмын. Енді оны да тастайтын болам. Одан кейін сіздерге көрсеткен лапша бар еді, оны мен алдында өте керемет енді мақтадым. Бұл жолы жамандаймын, өйткені екінші алған кезде кәдімгідей еріп кетті ана лапша. Суға салдым, кішкене қайнаттым, и лапшам жоқ, вообще кәдімгідей андай қамыр болып қалды, жайылып каша болып қалды. Амал жоқ, енді соны тамақ қылып беруге тура келді, бетіне подлив жасап. Басында енді керемет болды, білмеймін қалайша ол солайынан шықты, или осы жолы жаман болды ма, или поделкасы ма, білмеймін, әйтеуір жаңағыдай езіліп кетті. Сонымен оны да тастауға тура келеді, мүлдем қайнатуға келмейді. Осы лапшамен негізі тамақ берген кезде кішкене ұялып қалдым, амал жоқ, енді бердім, өйткені кәдімгідей каша бердім алдыларына. Сен папамыз шошып кетті, мынау не дейді ғой, негізі папамыз сол лапшаға жұмсаған болатын. Тек қана бірақ магазинде сатады оны, басқа магазинде сатпайды. Мінекей барлығын жақсылап реттестіріп қойып жатырмын. Бұл жерде енді ұзақ менде тағы да кішкентай лапша бар, соны ұзақ қолданып келе жатырмын. Өте жақсы, өте керемет, кішігірім саламын, өте керемет болып шығады. Ол бізде, по-моему, келмей ма сондай. Езіліп кеткен лапшаны негізі басында алған кезде өте керемет болған болатын. Сыртына қарадым да тура осындай болып шықса екен дедім да, сап-сары болып. Именно сондай сап-сары болып әдемі болып түсті, дәмі де ерекше болған болатын. Енді сол екінші рет тағы да сондай болады деп ойлағам ғой, сөйтсем екінші рет осындай болып тұр. Ендігі кезекте сіздермен бірге осы шкаптың бетін сүртіп алатын боламыз, өйткені бұл жерге компотты ағызып та алмады. Кешке таман осы жерде шай ішіп тамақ ішкен болатын, соныменен ағызып кетіпті. Сол жерді жақсылап сүртіп алатын боламыз. Қазанда негізі осы жерде шай қойдым, өзіме таңғы ас дайындадым, бірақ көрмедім. Енді көріп жатырмын. Мінекей сіздермен бірге енді гүлмен айналысатын боламыз. Мінекей бізде пеперонияның жапырақтары өзімен өзі түсіп жатыр. По-моему, енді не то болып жатыр ау деймін. Өзіме әдемі қылып өсіріп едім, енді осылай ауырып жатыр. Өзім ойлап жатырмын, енді топырағын кішкене қарап көрсем ба, горшогынан алып көретін боламыз енді. Далаға қойып қойған болатын. Далада енді бірнеше күн тұрды. Күннің ыстығында үйге қайтадан кіргізіп қойдым. Сөйтіп далада тұрған кезде көзге көрінбейді ғой. Сөйтіп су құюды ұмытып кетіппін. Сөйтсем қарасам гүлдердің барлығы жан-жаққа құлап жатыр екен. Соныменен су құйып үйге кіргізіп, осылайынан барлығын қайтадан көтеріп алдым. Енді жапырақтардың барлығы кәдімгідей сатпал болып, шаң болып жиналып тұр екен. Сонымен жапырақтардың барлығын жақсылап сүртіп алып жатырмын. Мінекей тек қана осы майлықпен сүртем, өйткені бұл майлық өте әдемі сүртеді, нәзік сүртеді, жаңағыдай күшті шаңдарын алады. Маған қатты ұнап қалды осы майлықпен сүрткенім. Одан кейін екінші менде осындай сингонимді горшокқа өсіріп жатырмын. Екінші үлкен сингоним бар, сол екеуін бірге қосатын болам. Құдай қаласа күзде үлкен горшок алып екеуін қосатын боламын. Мінекей жанында біреу енді қисық өсіп жатыр, ол маған кішкене ұнамайды. Шын айтқанда түзулеуге енді тырыстым, бірақ түзулей алмай қойдым. Өзім ойлап отырмын, или осы жеріне кесіп тағы да сингоним шығарсам ба деп көретін боламыз енді. Гүлдерме енді ондай қатты қарамай кеттім, сондықтан ауырып жатырмын. Гүлдерде негізі сезеді, адам қалай қарайды, махаббатпен қарайсың ба, олар да саған сол немен жауап береді, әдемі өсіп күшті болып тұрады. А если әшейін қарайтын болсаң, олар да как-то өспей қалады, ауырып қалады, жапырақтарын түсіріп алады. Сондай болады екен, негізі бұлар да сезеді екен барлығын. Енді жақсылап қарау керек, бар жоғы менде өзі ұшақ гүл. Енді лимон өсіріп жатырмын, айтпақшы, лимонға да су құюды ұмытып кеттім. Одан кейін лимонда кішкене қуратып ала жаздадым. Енді олар да бой көтеріп келе жатыр, көретін болам. Күзде оларды отырғызам ба, ары қарай сол горшокта тұра бере ма енді. Білмеймін, или олардың да горшок үлкен ба, что-то білмедім. Осы жазда кішкене өспей қалды, или солай болу керек па, көктемде әдемі болып өсіп келе жатыр еді лимондарым, енді тоқтап қалды. Одан кейін мінекей тағы да үлкен сингоним, екі жапырағы сынып қалыпты. Бұларды да кесіп тастап жатырмын, өйткені сәл болса да жапырақтары сарғайған, бойлары ұзын болып қалған.
болған, маған қатты ұнады. Енді жақсылап осыларға қарау керек. Витамин әлі алған жоқпын, ұмытып кеттім. Мен далада тұрғаннан кейін мүлдем есіне шығып кеткен ғой. Негізі көз алдында тұрса күнделікті осыларға қарап тұрамын, әйтеуір витамин құю керек екені есіме түседі. Енді пока біздің Сарыкемерде ондай қатты витаминдер сата бермейді. Тағы бір магазин көрдім, айтпақшы Сарыкемерде. Сол жақтан барып витаминдер көрсем ба деп отырмын, енді көретін боламыз. Ол жаққа да жаңағыдай магазин ашылыпты, жаңадан этаждар соғылып жатыр. Сол жақта да оптовый, по-моему, продуктовый магазин бар. Сол жерде де гүлдер сатып жатыр екен. Кеше көргенде байқап қалдым. Сол жерден барып витамин сұраймын. Елімізде қалаға шыққан кезде витамин алып келетін боламын. Пока бізде Сарыкемерде жоқ сияқты. Бір жерден сұрап едім, онша маған кереметтей жауап бермеді. Соны мен ол жерден шығып кеткен болатын. Жаздың басында негізі бір гүлге қатты ғашық болдым и соны сатып алғым келді. Біраз енді ойланып, сатып алсам ба, сатып алмасам ба деп ойланып жүрдім, кейін ойладым. Керегі жоқ, өйткені үйге мүлдем сыймайды ондай гүлдер, шын айтқанда. Мына 3 гүлім сыйып берсе де маған рахмет айтамын, үйге 3-еуі кей кезде сыймайды қалады. Енді үлкен болғанда вообще сыймайтын шығар. Мен мына жерде жұмысымды бітірдім. В общем, и мен мына жерде байқап отырсам, мына жерде бізде жартылай бояған, жартылай боямаған. Папамыз біздің халтурт етіп кеткен ғой, в общем. Мұндай қып өтірік істеп кеткен. Енді байқап отырмын, шынын айтса, ана жер мүлдем боялмаған, мына жер қалып кеткен, қалайша байқамағам. И менде мына жерде осындай шашлы болып жатыр. Қазір мынаның барлығын реттестіретін боламыз. Сағызым, шайнадым. Мынадай шығып кетті, шынын айтқанда. Мынау менің блокнотым. Осы жерге барлығын жазып қоямын, белгілеп қоямын. Пока осындай болып тұр. Бұл жаңадан басталған блокнот, в общем, осындай болып тұр мінекей. Пока мынандай белгілер аз. Толатын болса көп болады, в общем. Мына жерді қазір алатын боламыз. Ноутбукты жабайын. Қазір маған не шығару деді? Ет, фарш ет. Бүгін самса болады. Голенді шығару керек, в общем. Кешкі тамаққа бізде жаңағыдай фольга алған болатынбыз, соменен тауық етін жасайтын боламыз. Голен алу керек маған. Мына жерде самсаның тестасы қандай болып тұр екен? Қатты. Тестаны алып қояйын. Қай жерге қойсам екен? Пока мына жерге қоя тұрайын. Осы жерде тұра берсін. Мына жерде мінекей барлығын осылайына салып қойдым. Арбуз, одан кейін арбуз тағы да контейнерге салып қойдым. Біреуі мынандай, біреуі симағаны контейнерге салып қойдым. Қазір фаршты шығарамыз. И тауықтың етін шығарамыз. Тауықтың еті. Және де фарш. Кішкентай фарш жоқ екен менде. Бар екен деп. Кішкентай фарш бар екен. Осында самса жасайтын боламыз. Кешкі тамаққа кірісіп кеттім. В общем, мына жерде менде қанша голен? 1, 2, 3, 4, 5, 6 салдым. Біздің үйде ондай қатты бір тауықтың етін жей бермейді. Сондықтан осы бізге жетеді. Бұл жерде енді мен соусты өте қатты қосып жібердім. Майонез и жаңағыдай 3 желания, мынандай аджика, кавказ соус. Осыдан да қостым и майонезден де қостым. Қазір қандай приправа қосатынымды көрсетемін сіздерге. Ол бізде пакетикте болады негізі. Мінекей осындайдан жасайын деп жатырмын да. И бұл жерде де чеснок өте көп. Сондықтан чеснок, жаңағыдай приправа, одан кейін барып паприка, жаңағыдай бұрыштар ештеңке қосқан жоқ. Осылардың өзі жеткілікті болады. Еще мыналардан да қостым. Мына жерде де сондай приправалар өте көп, сондықтан қосудың қажеті жоқ. Тек қана майонезбен осы аджика. Енді аджиканы өте керемет қостым. Мына жерге мынау шомылып жатыр бізде. В общем, қазір бетін жауып, холодильникке салып қоятын боламыз. Соны ары қарай самсаға кірісетін боламыз. Алдында сіздермен бірге продуктыны бөліскен болатын. Содан мінекей кішігірім осындай кешкі ас және де самса жасап жатырмын. Самсаның тестасы онша емес, маған мүлдем ұнаған жоқ енді. Негізі бұл теста мүлдем ұнамайды. Бұдан басқа теста жоқ, шын айтқанда осыны алуға тура келді. Сонымен кешкі самса
фольга тамақ. В общем, кешке таман концертке баратын болып шештік. Мен папамызға айттым. Енді папамызға басында айтқан жоқпын, келгеннен кейін айттым, бара аламыз ба, бара алмаймыз ба деп. Өйткені папамыз қаншада келетіні белгісіз. То ерте келеді, то кеш келеді. Соменен жұмыстан келген кезде бірақ айттым, енді тамағымызды ішіп болып, жаңағыдай жиналам бүйтем дегенше уже сағат 8 болды. 8-де шығып кеттік. Одан кейін барып, жаңағыдай қаланың ортасына шейін свободно келдік. Уже қаланың жарты жолына келген кезде пробка басталды. Сөйтсек концертке барлығы барып жатыр екен. Жаңағыдай пробка енді біраз жерге шейін бардым. Сонымен ол жерден шығып кетуге тура келді, өйткені бізде машина қоятын жер жоқ болды. Сонымен басқа жақпен айналып, зорға дегенде машина қоятын жер тауып, үйті оның өзінде сенімсіз қойдық. Енді кішкене енді уайымдап тұрдым концертті жаңағыдай біткенше, машинаны дұрыс қоймадым деп тағы да штраф келіп тұра ма деп, сондай ой болып тұрды менде. Мына жерде менде самса дайын болды. Саламыз осының барлығын. Менде осындай самса кішкентай болды. Бұрындары үлкен болатын сияқты еді. Вроде тесто кішірейген ғой, соған қарағанда. Бірінші партия дайын болды. Екіншісін салып қойдым. Духовка босаса, фольга салатын боламын. Менде заряд отырып жатыр телефоным, сондықтан біраз нәрсені түсіре алмайтын шығармын. Қазір зарядқа қоятын боламын. Одан кейін қосымша Каспийдегі қарап жатырмын. Каспийден Алматыға пастель алсам ба деп отырмын, соны қарастырып жатырмын. Содан кейін заказ беретін боламын. Осындай самса. Мінекей кешкі ас дайын болды. Кім кешкі ас ішіп жатыр, астарыңыз дәмді болсын. Мен енді мына жерде кішкене тауықтың етіне аджиканы көп қосып қойып, ашты болып кетті. Ештеңке қалмайды, сонымен жеп қойдық. Мінекей жолға шықтық, тез-тез шайымызды іштік та, сонымен жолға шығып кеттік. Мінекей әлі Сарыкемерден шыққан жоқпыз. Алмат барған жоқ, Алматқа айтқан болатынбыз, концерт көресің бе дедім, жоқ бармаймын деді. Сонымен папамыз екеуміз шығып кеттік. Біз барам дегенше концерт уже бітіп жатыр. Концерт Тараз қаласында, Шахристанда болды. Шахристан енді ол басына біз машина тастап кеткендіктен жартылай жаяу баруға тура келді. Біз енді Мирас Жүгінісовтің 2 өлеңіне ғана үлгердік. В общем, еще біреуін уже айтып бітіріп жатыр ғой. Соңғысына десек те болады, соңғысына әйтеуір бір өлеңіне әйтеуір үлгердік, соны бітірдік. Соменен жаңағыдай дрон ұшыратындарын айтты. Енді соны көре салайық деді до конца. Енді ақыр келдік қой, сонау жерден келдік. Енді жаңағыдай дронды қызықтап кетейік деп, еще оны да жартылай түсірдік та, жартылай үйге қайттық. Енді мен бар ойым жаңа машинада болып тұр, енді жөнді жерге қоймадық енді дегендей. Сонымен машинаға баруға асықтым негізі. Мінекей сіздерге енді осылай кішкене үзіндіден қоятын боламын. Осы видеода естелік болып қала берсін. Енді мен видеом аяғына келіп жетіпті. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Кездескенше. Ары қарай сіздермен бірге дронды тамашалайық.